Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз осындай заварной пирожный пісіретін боламыз. Оған бізге 200 грамм сары май, 200 грамм ұн, 200 мл су және де 5 жұмыртқа, шым тұз қажет. Осындай темір ыдысқа 200 грамм майымызбен 200 мл суымызды құйып алып, шым тұз салып, қатты отқа қоямыз. Оны әбден май ерігенше осылай араластырып тұрамыз, бірақ қайнап кетпеуі қажет. Сосын газдың астын өшіргеннен кейін оған осылай ұнды саламыз да, оны араластырамыз. Сосын әбден араластырып болғаннан кейін оны алып басқа ыдысқа аударамыз да 5 жұмыртқаны бір-біртіндеп жайлап миксерлейміз. Осылай миксерлеп болған соң кондитерский мешогымызды аламыз да, осы қамырды соның ішіне саламыз. Сосын арнайы дайындап қойған табамызды алып, оның үстіне пергаментный лист сеуіп, оны пергаментный лист салып, оның үстіне осы пирожныйларымызды енді саламыз. Міне осылай салып шығамыз. Пирожныйларымызды араларын алшақ-алшақ қыламыз. Себебі олар көтеріліп, бір-біріне жабысып симай қалуы мүмкін. Осылай салып шығамыз. Пешімізді 10-ға қыздырып қоямыз. 200 градуста бір жарты сағаттай ұстаймыз. Абайлаңыздар, ерте алып қойсаңыздар, пирожныйларыңыз түсіп қалуы мүмкін тестамыз. Сол үшін небәрі қызарғанын күтеміз. Ал міне жарты сағат өтті. Енді жайлап пирожныйларымызды аламыз. Мінеки қандай әдемі, воздушный болып көтерілді. Енді бұны суытып, асықпай аламыз. Ішіне қалаған начинкаңызды салсаңыздар болады. Менде вареный сгущенка бар екен, мен вареный сгущенканы ішіне саламын қазір. Заварной крем салсаңыздар да болады. Сливки салсаңыз, сливкидан жасап крем салсаңыздар да болады. Қалағаныңызша. Мен ішіне кондитерский мешокқа салып, оның ішіне өйстіп вареный сгущенкамды құйдым. Мінеки, бәріне салып шықтым, дайын болды. Үстіне сахарный пудра сеуіп, енді барлығын шайға шақырсаңыздар болады. Ал ас болсын.